Қаббатша Саңғұнның ұрпағы бола тұра! Неге ордаға опасыздық жасадың? Сау қарақшы! Сен орда деген сөзді қай бетіңмен ауызға алып тұрсың? Сен ел ардагерлерін алдап, әкем мен бауырымды өлтірдің. Сені тірі қолға түсірер болсам, етіңді шайнап, жоныңнан таспа тілемін. Жұрттың бәрі неге менің етімді жеп жонымнан таспа тілуге құштар? Мар! Сенің әкең әлім білмегендіктен, ол дүниеге ерте аттанып кетті. Сау қарақшы! Басыңды аламын! Кел қане! Мұна күшікті кім дұрыстай алады? Мар, сен есірме! Үйсің мұнда!
Бары айтып айтпай асыл тұқымды төбет екен. Алайда, маған тәуелді болмаған өкінішті. Маған есірме! Чуа! Көкем жаңқыны білет! Чуасың! Toylanlar! Sağ qarasınlar! Onu öldüründür! Savsav'da öldüründür! Savsav'da öldüründür! Uzun sakallı Savsav! Savsav'da öldüründür! Uzun sakallı Savsav! Savsav'da öldüründür! Sakallı Savsav! Savsav'da öldüründür! Savsav'da öldüründür! O kaçıp beklesin! Savsav'da öldüründür! Sonunda tutkanlar öledi! Hıy! Hıy! Hayda kaçmaksın!
Бас уәзір. Бас вәзір! Бас уәзір. Бас вәзір! Бас вәзір! Бас уәзір. Бас вәзір! Қайтып келдіңіз бе? Бас уәзір. Бас вәзір! Абайлаңыз. Бас вәзір! Абайлаңыз. Бас уәзір. Бас Бас уәзір. вәзір! Бас уәзір. Бас уәзір. Олардың төмемі жилеппін, төмемі жилеппін. Бұл шайқасы жеңілуге мен себепші болдым. Бас уәзір, жараламаған шығарсыз. Азақ қалды. Тәлі жар болған екен. Сауқыңның айтқаны келді. Силиян қолы шынында мықты екен. Бас уәзір сүйеп шатырға кіргізіңдер. Тез. Егер шейчу болмаса, жанымнан жұда болатын едім. Бұрын Мачаудың ерлігі Либудан қалыспай деп көп естуші едім. Бүгін оның кереметін өз көзіммен көрдім. Олармен сайысу оңай емес секілді. Бас уәзір, Силян қосыны өңшін қамыс құлақ ер тауылдар екен. Біздің ат әскерлеріміздің оларды жеңуі қиын секілді. Алайда олар сырық найза ұстайды екен. Біз садақпен төтеп берсек қайтеді. Бас уәзір, Силиян қолы түгел атты жасақтар екен. Оларды жеңу үшін айсұңғы жұмсайық. Мияуцай садақшылармен жоға төтеп береміз дейді. Алайда олардың садаққа жетілген қосын екені естеріңде болсын. Зольян, сенің айсүңгімен жау атына төтеп береміз дегенің таптырмасы ақыл. Алайда жөпелдемеде ондай көп имек найза қайдан табыла қояды? Бас уәзір, менше болғанда сайлауыт сарбаздарды дәрияның батысын айналып өтіп, олардың шегіну жолын бөгіп, тау сыртынан шабылдауға аттандырайық. Гоңмиңнің бұл әдісін ұтымды шара деуге болады. Алайда дара қосынды жаудың тау сыртынан шабуылдату үшін батыл сан қонға жет. Бас уәзір, мен баруға дайынмын. Тұңған қалашығында мен жеңілдім. Кек алуыма орай бергейсіз. Жарайды, қанша жасаққа жет? 3000 сайлауыт сарбаз. Мен саған 6000 сарбаз берейін. Сен өзеннің батысын айналып өтіп, бүрсігіні дәл түс кезінде Мачау қолының ту сыртынан қадалатын бол. Гоңмиң, Бармын. бұл жолы тағы жеңілетін болсаң, қайтып келмей-ақ қой. Әміріңізге қолдық. Мәлімет! Бас уәзір, қарауылда мәлімет. Силиян қосынына тағы қол қосылыпты. Хушуан, шыңендер шаңанын оларға көмекке келіпті. Қанша қол келіпті? 30 мың. Өте жақсы! Өте жақсы! Біз Силянға барып оларды құртамыз деп әуре болмайтын болдық. Жарандар, мен сендерді негізгі қосынды бастап түнделетіп, ұйқы өзеннен өтіп, өзеннің солтүстігінде бекініс құрып, соғысқа дайындалуға бұйырам. Бас уәзір, алдымен Туңғанды неге алмаймыз? Ол Гуанжуңдағы маңызды бекініс. Туңғанды алсақ, Силян қосының астық жолы үзіледі. Бұны мен әбден білемін. Алайда Туңган қысанға жайғасқан. 5000 жасақпен қорғануға болатын жерде, егер мен қазір жасағымды екіге бөліп Туңганға шабуылдасам, Мачаудың қарсы бекінісімізді бұзып кетер даусыз. Мачау осы жолы 200 мың қолымен өліспей бітіспеуге келіп отыр. Олардың қолы біздікінің 2 есесінен де көп. Мачау мені шабуылдауға батылдық етпейді деп тұспал жасап отыр. Бас уәзір, өзеннің солтүстігі мыйдай жазықтал екен. Жазық жерде бекініс құруымыз қиын. Егер Силиян қосының ат әскері лап қойып шабуылдаса, онда қорғануымыз қиын. Өзеннен өтерден бұрын алдын ала жасақ жіберіп, ағаш материал дайындатып, өзеннен өте сала бекініс құрыңдар. Мәлімет! Бас уәзір, Хансу 70 мың қол бастап Мачауға қосылыпты.
Ол енді келіп пе? Келгені жақсы. Келгені жақсы. Бұл жолы 1000 шақырым шалғайға бармай-ақ, Ұйқы өзенінде Силян қосынының көзін түбегейлі жоятын болдық. Жарандар, мен жауға, солтүстіктен шабуылдауға бекідім. Ләппәй! Көке, мен бүгін сау-сау қарашыны жер қаптыра жаздадым. Бір қарасан күн жолымды тоспағанда, сау-сауды найзамен түйреп жайретер ем. Мен ол қарасан күнді танимын. Ол сау-саудың ержүрек қорғаушысы. Оның аты Шөйшу. Ол асқан батыр. Сау-сау оны жолбарыстан күн деп атайды. Бәсе? Қайсы айтқандай батырсан күн екен. Сау-сау бұл жолы қанша қолмен келіпті? Шарлаушылардың айтуынша шамамен 100 мыңға таяу сау-саудың сайлауыт сарбаздар екен. Сау-сау барлық қолын аттандырған екен. Байқаймын, ол осы арада бізбен шешуші сайысқа түспекші көрінеді. Тайсанғын, үлкен аға. Сау-сау қосын өзінен өтті. Олар кемеден ағаш түсіріп, бекініс құруға қамдануда. Мыңчи, сау-сауға бекініс құратын орай беруге болмайды. Егер олар тиянақтап алса, соғыс ұзаққа созылады. Ал біз азық-түліктен тарығамыз. Олармен ұзақ уақыт тіресу бізге тиімсіз. Дұрыс. Оларды бекініс құруға үлгіртпей, түнделетіп шабуылдайық. Бас уәзір, іс насырға шапты. Силян қосыны түнделетіп шабуылдап, біздің кемемен әкелген ағаш материалдары түгел өртеп жіберіпті. Бас уәзір, ағаш материалы болмаса, біз қайтып бекініс құрамыз. Бекініс болмаса, Силян қосыны бізді қойға шапқан қасқырдай талап құртады. Сен дереу барып, бүкіл қосынды үшке бөліп, бір бөлігін жаудың шабуылдауынан қорғануға орналастырып, қалған 2 бөлігімен түн бой топырақтан қорған үйге орналастыр. Ләппәй! Бас уәзір, бұл ара түгел құм екен. 30 мың жасақ түн бойы еңбектеніп топырақтан қорған үй еді. Ал таңертең қарасақ, құлақ балыпты. Бас уәзір, менше бір ғана мал бар. Айт, Бір бөлім жасақты осында қалтырып, негізгі қосынды Ұйқы өзенінің оңтүстігіне шегіндірейік. болмайды. Өзеннен өтетін кемені Силян қосыны өртеп жіберді. 100 мың қол өзеннен қайтып өтеді. Өзеннің таяз жерінен кешіп өтпейміз бе? Шегінсек тәртіп бұзылады. Тәртіп бұзылса жеңілгеніміз сол. Мачаудың қолы бізден 20 неше шақырым жерде ғана. Егер біз өзеннен өткенде олар шабуылдайтын болса, түгел қырыламыз. Мидай жазықта 4 жағымызда жау қоршап тұр. Енді қайтеміз. Бас уәзір, Силян қосыны бізді сайысқа шақырып тұр. Сауран, бұл өлім мен өмір арасындағы сын сағат. Біріншіден сөзсіз сайысқа шығу, екіншіден сөзсіз жауды жеңу, ал үшіншіден лездік уақытта жауға тегеурінді күш көрсетуің керек. Айт дегенде Мачау біздің бекініс құралмағанымызды сезеді де, барлық қосынымен лап қояды. Білдің бе? Білдім. Бар. Шишоу, сен бас уәзір қорға. Қалған салмындар. Маған еріңдер. Ләппәй, бараба соғыңдар.
Тәңірдің мені шынымен осында жер жастандырмақ болғаны ма? Бас уәзір, шатырға кіріңіз. Күн суық екен. Ту деген түкірік жерге түспей тұр. Жаңа не дедің? Мен ту деген түкірік жерге түспей тұр дедім. Чыңүй, сен маған бір таптырмас амал сыйладың. Осындағы барлық жасақтар түгел қолдарына тегіне шелек алып, өзеннен су тассын. Бас уәзір, не істейміз? Аспанға қараңдар. Қара бұлт үйіріліп тұр. Түнде боран соғып, қатты суық болар даусыз. Түн ортасы болғанда, бір жағынан топырақ үйіп, бір жағынан су шашасыңдар. Ал таң атқанда мұз қорған солынбай ма? Табылған ақыл. Тәңірдің өзі бас уәзірді қолдады ғой. Жеп атыңдар! Сау-сау қарақшы! Сұмырай! Қаншер! Сатқын! Мағар! Сен маған қорған салдырмай қойға отырып едің ғой. Қарашы міне! Бір түнде аспаннан бір қамал орнады. Сендер менімен белдес алмайсыңдар. Ертерек тізе бүгіңдер. Маған тізе бүгулерің Тәңірдің әмірі. Мен сенің қабілетіңе тәнтімін. Өлтіруге қимаймын. Сау-сау қарақшы! Құлсыздың қуырдақ қурғайша! Мақты болсаң жекпе-жекке шық! Бар! Мені танимысың? Ағашының шишу мен боламын! Сен жолбарыс саңғым боларсың! Мен айттым! Жолбарыс жылқында жалмай салады! Мен сені тірі қолға түсіремін! Монки, абай бол! Mar kayta gel! Tüh! 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 Ay! Ay!
Бас өзір, Қанша рет шайқасты? тұп-тура 150 рет. Әлі жеңбеді ме? Әлі жеңген жоқ. Қайсысы қарулы екен? Бір-бірінен қалыспай тұр. Қарап тұрып менің көзім толғанда олардың қарымы қайтпады ма? Бар, қашамын деме! Шешу! Қорқып тұрғам жоқ! Астымыздағы атымыз болдырып кетті! Атау сырт мініп, 300 кезек белдесейік! Қалай дейсің? Жарайды! Тезірек Шетуға ат жабдыңдар! Ләппәй. Бас уәзір, көк бестіңізді бере тұрыңыз! Кіші әке, сайысатыңызды бере тұрыңыз! Жарайды. Балам, Шүйчу алымды, абай болғайсың. Алаңсыз болыңыз. Сауыт шешіңдер! Атта кәліңдер! Мағар тебінде екен, абай бол! Алаңсыз болыңыз, оның басын алдыңызға келемін! Әкел! Саңғын. Мағар өлмейінше, маған тыныштық жоқ. Бас уәзір, Шилен қосының атқы жағында тулар қозғала бастады.
Шихан олардың тусысынан тиген сияқты. Сауран, қақпан ашып шешуші шайқасқа аттан. Леппей! Қақпан аш! Қақпан ашыңдар! Алаяқ сау-сау бізді шырғалап, Шихуанға қосын бастатып артымыздан жіберіпті. Қосынымыздан 20 мың жасақ шығын болды. Тау сыртынан жау тиіп, жасақтардың көңілі шайлықты, астық жөмшөп азайып барады. Неден қорқамыз? Қолымыз сау-сау қолының екесесіндей. Мен қосын бастап қайта шабуылдаймын. Паңды, қосын бастап Шихуанның көзін құрт. Құп! Сау-сау бекіністен шықпай қойса қайтеміз. Мыңчияу. Соғыссыздарса бізге тиімсіз. Қияндардың ек қосыны жөнін айтпай кетіп қалыпты. Сонда сіздің ойыңыз? Болмаса, қазірше жасақтарды жиып, келісімге келейік. Біз Гуанчжуңнан шегінейік. Сау-сау өзенің батысына шегінсін. Екі жақ әскер тынықтырып, қысты өткізіп, келесі көктемде қайта жоспар жасайық. Үлкен аға, қосынымыздың негізі шалғайдағы Шилаңда. Сау-сау қосыны қайтар жолымызды бөгейтін болса, қатерде қаламыз. Өттеген ай. Әкемнің қандыге қалынбады. Мыңчи, асықпаған арбамен қоянға жетеді деген сөз бар. Сау-сау барып тұрған жалмауыз, онымен тірескенде сабыр сақтау керек. Онда шешімін сіз жасаңыз. Өй, үлкен аға! Бас уәзір, мынау Хансүйдің жіберген қат екен. Хансүй соңғы жағдайды болжап, бізбен жер бөлісіп бітімге келмек болыпты. Жарайды. Мача осы ретті жеңілістен 5 жылға дейін оңтүстікке беттей алмайды. Бас уәзір, оларға мақұл деңіз. Шахуян, Сан қолыңыз дайын. Хансүйге айт. Ертең қорғанның алдында кезігейік. Ләппәй! Бас уәзір Хансүй Саңғұнды бер таман шығып сөйлесін дейді. Бас уәзір жапа шектіңіз. Саңғұн, аман есенсің бе? Бас уәзір келісімді құптаған болсаңыз, Шихуан Саңғұнды қашан шегінуге бұйырасыз? 3 күн ішінде Шихуан Саңғұнды шегінуге бұйырам. Жарайды.
сол кезде біздің қосымызда Гуанжуңнан шегінеді. Бас уәзір, уәдеңізде тұрыңыз. Мен кеттім. Ай, Венве, тұра тұр. Әкең екеуміз кезінде орданың опалы қызметкері болатынбыз. Айта берсек, күнігіз дос деуге де болады. Сенімен азырақ әңгімелессем бе деймін. Бас уәзір, не туралы әңгімелеспексіз? Саңғол. Ол екеуі неге сонша көп әңгімелесті? Хан Сүй қайтып келген соң, олардың не туралы сөйлескенін сөзсіз сұрауымыз керек. Егер ол маған айтпасашы. Бүгін расында көңілді әңгімелестік. Бас уәзір, қосынымыздың бітім қаты жеткізілді. Бас уәзір, бітім қатыңызды қашан жібересіз? Қашан алу ойың бар? Ертең. Жарайды. Ертең сарайыңа жеткізіп берсін. Жарайды онда. Мен қайтайын. Сау бол. Абайлап жүр. Көкі, сау-сау мен әңгімеңіз жарасып кетті ғой. Сау-сау. Әкеңмен замандас болғанмын деп өткен кеткенді айтты. Илайым айтқаныңыз болғай. Чө! Болды ма? Бас уәзір, көріңізші. Әй, мынауың жарамайды. Там қою. Онда азырақ су тамызай. Қажеті жоқ, қою болғанның пайдасы бар. Бас уәзір, бұныңыз қалай? Неге бүйтіп қоядыңыз? Бауырым, сен қару істетуде алдыңа жан салмағаныңмен, қаламмен адам өлтірудің анағұрлым оңай боларын түсінбейсің. Қарашы мынаған, қазір ол қанжарлығын ұқсады ма? Оқсады. Жарайды. Сен қазір бұны Силян қосынының алдындағы қорғаушыларға апарып табыс ет. Ләппәй. Садақ алыңдар! Кімсің ей? Жақындама, әйтпесе жебе жаудырамыз. Атпаңдар! Сау-саудың елшісімін. Хан Сүй Саңғолға хат әкелдім. Хатталыңдар! Ләппәй. Көкі! Сау-сау келісім хатын жіберіпті ғой. Иә, Мыңчи, жіберіпті. Бұл сиямен өшіп тастапты ғой, бұл қайткені. Маған келген қаты осы. Мен де не екенін біле алмадым. Мүмкін сау-сау байқамай дайындық нұсқасын жіберген болар. Сау-саудың аса ұқыпты адам екені жұртқа мәлім. Ол мұндай ағаттық жібермейді. Хаттағы кей сөздерді маған көрсеткіңіз келмей, өшіріп тастаған боларсыз. Мыңчи, бұл не дегенің? Марқұм әкем сенімен ақыреттік дос еді. Қазір әкемнің кегі алынбай жатып, бет бұрғаның қайткенің. Мыңчи, сен мені орынсыз жазғырып тұрсың. Әкең мен туыс бола тұра, қалайша сатқындық істеймін? Ол бір кез, бұл бір кез. Сау-сауды соғысып жеңе алмаймыз деп, оған бүйрегің бұрылып тұрған шығар. Мыңчи! Жарайды. Сен шынымен маған сенбейтін болсаң, ертең мен қорған сыртында сау-саумен сөйлескенде, сен ту сыртынан келіп, оның көзін құрт. Жарайды. Бұлай істеуге батылдық ете алсаңыз, айтқандарыңызға сенемін. Мен кеттім.
бас вәзірдің шығып сөйлесуін өтінеді. Хан Саңғұн, бас уәзір Шишаңнан келген патша елшісін қабылдаумен қарбалас. Қазірше сендермен кездесе алмайды. Ол Саңғұнның хатын тапсырып алдым. Бәрін түсіндім. Бәрі де бітіскен сөз бойынша болсын деді. Саңғұн ана жақтан жақсы сәйкесін деді. Тоқта, сенің сөзің түсінбедім. Қансой! Үй оңбаған опасыз сатқан! Мұңши, не деп тұрсың? Сен сау-саумен астасып, менің көзімді құртпаға келсің. Олым, сен әсті сау-саудың шырғасына түспе. Менің көтен ойым жоқ. Мен әлге дейін алдап тұрсың. Найбақтара! Саңғы тат қолымды! Саңғы тат Қасы сатқан! Маған жабылмақсыңдар ма? Жарайды! Bir өзім бәріңе төтеп беремін! Келіңдер!与天